кейбір ағайындардың жүрегіне бір ыңғайсыз тиіп жатқанын білемін. Жасыратыны жоқ, қымбатты ағайындар. Өзіміз жақсы көреміз, кейде өзіміз өсек қыламыз, өзіміз жаралаймыз, жарасының қан аққан кезде қайтып тарап емдеп аламыз. Ол қазақтан басқа халықта жоқ қасиет. Сондықтан өздеріңіз жаралап алған үлкен құсты қайтан жарақатын жазып, осы шапалақпен, осы құрметпен жасап жатқан менің айтпағым Есенқұл Жақыпбек деген ағамыз өмірде өтті. Сол кісінің бір әдемі өлеңі бар. Өлеңдердің ішінде кездеседі. Қолында егер бар болса, бере алмайтын ағайын, атқа мінсең ат ойнап, ере алмайтын ағайын, таққа отырсаң қан болып, сенетін де ағайын, қорлығыңа көнбіс болып көнетін де ағайын, жік-жік қылып 300-ге бөлетін де ағайын, қисая қалсаң артында көметін де ағайын. Рас қой. Бәріміз оған біз куәміз, сенеміз. Мені де болса кей кездерде жазыбада тықратып, дымымды қалдырмай. Қадым мақтай біледі деп мені көп айтады. Жаңғыз маңдайға өткен бір қатын мұндай қыламын, мақтамаған. Сондықтан ағайындар енді айып кетіп жатса, артық айтып жатсам айып қылмаңыздар. Тірі кезімізде айтайықшы бір-бірімізге жақсы адам деп. Өлгеннен кейін айтты кетер кезінде молдада сұрайды ғой, жақсы адам ба десе, шулап айтамыз ғой, жақсы адам деп. Оны тірі кезде айтқанға не жетсін, қымбатты ағайындар. Тірі кезімізде біріміздің жақсылығымызға көзіміз жетіп, бірімізді мақтап жүрейік. Осында отырған барша ағайын жай ғана келген жоқсыздар, мен білемін. Сол менің Тұрсынбегімнің өміріне, өнеріне бақыт тілеп жүрген, шабыт тілеп жүрген, Аллаға жалбарып, соның бала-шаға отбасының амандығын тілеп жүрген ағайын келіп отыр. Ендеше тілектеріңізді Алла қабыл етіп, осы біздің Тұрсынбектің өнердегі қанаты ешқашан қалмасын деп тілеймін.